Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беру мектебінің 9-10 сынып оқушыларының орындауында Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақыры шығармасына қойылым. Ұлы мәртебелі Әмір Темір келе жатыр. Уәзірлер, бүгіннен қалдырмай жорыққа аттанамыз. Парсылардың байлығын, жерін өзімізге өткіземіз. Алла бізге жар болсын. Әмин. Әміршім, жорықтан қайтып оралғанда қандай сый-сияпатпен күтіп алсам екен? Сәрсенбі күні, таң алдында, тәтті ұйқымда, түсімде, ұшары басып көп көрмеген мұнараны көрдім. Әлде соны салғызсам екен? Менің мәңгілік махаббатымның мұнарасын әміршім өмір бақи көріп өтеді-ау. Жаппасты шақыртыңдар. Әміршім, жорықтан қайтып оралғанда Қос өзеннің бойында ешкімде жоқ, ешкім көрмеген мұнара тұрғызбақшымын. Бері қара Жаппас. Сол істі саған тапсырамын. Ұқтың ба? Әміңізге құлдық ханым. Көз арбаған көк күмбез мұнараны ақша ұлттарға тең етіп салуға ант етемін. Бар сұлықты бойына жинаған, мөлдір көзді, қолаң шашты. Ей досым, көзіңде ғой, көрінген ғой, кімге ғашық болдың? Иә, ғашық болдым. Бірақ мендеге мүмкіндік жоқ қой. Менде шеберге қаншайым қайдан қарасын? Енді қайтпексің? Енді қаншайым қалағандай мұнарасын аяқтамақшымын. Мұнара неге әлі бітпей жатыр? 6 ай бойы бітпейтін не қылған мұнара бұл? Шебердің ойлағандай болмай жатыр. Бұл мұнара менің жырақта жүрген әміршіме деген қаяусыз махаббатымды бейнелейді. Жақындаған сайын алшақтай түсетіні қалай? Әлде бұның бір сыры бар ма? Мұнараның бітпей жатқан сырын біле алдың ба? Я, білдім. Қаншайым, тоқтаңызшы. Сіз өзі сұлу жансыз ғой. Жүрегімді жаулап алдыңыз. Қаншайым, тоқтаңыз. Ұлы мәртебелі Әмір Темір келе жатыр. Ол мұнараны маған арнап қаншайым салды. Бірақ мұнараның көз жауын алғанның бір сыры бар сияқты. Маған қаншайымның күтушісі шақыртыңдар. Тыңдап тұрмын, ханием. Мен 6 ай болмағанда қаншайым қайда кетті? Кіммен кетті? Ханием, кіші ханым осы мұнараны салар алдында бір жас жігітпен кездесіп жүргені хақ. Алайда бұл сіз ойлағандай емес. Кіші ханым сіздің махаббатыңызға дақ түсірмей жүр. Алып кетіңдер.